Құрметті халайық, Қазақстанда вице-президент дейтін лауазым, жаңа лауазым пайда болғалы жатыр. Тоқаевтың өзі хабарлады. Енді Қазақстанда президент, вице-президент дейтін лауазым пайда болады. Яғни вице-президент бұл кезге дейін Қазақстанда болған еді. 96 жылы бұл лауазымды тоқтатып тастады да, одан кейін бұл лауазым қолданылмаған еді. Енді Тоқаевтың Қызылордада өткен құрылтай кезінде айтқан мәлімдемесінен кейін Қазақстанда вице-президент лауазым пайда болады, және бұған бұл лауазымға кім тағайындалады, сол мәселе қызу талқыланып жатыр халықтың арасында. Кім вице-президент болады? Өйткені ол Тоқаевтың жанында жүретін адам. Бір сөзбен айтқанда, мына парламентпен, Тоқаевтың президенттің атынан мына парламентпен, жаңағы неше түрлі ұйымдармен байланыс жасайтын лауазымды адам. Өте ықпалды адам, Қазақстандағы өте ықпалды адам болады. Міне осы лауазымға кім тағайындалады деген мәселенің төңірегінде халықтың арасында, қоғам белсенділерінің арасында, саясаттанушылардың арасында өте қызу пікірталас жүріп жатыр. Кім вице-президент болады? Міне осы мәселе төңірегінде енді әртүрлі кандидаттар бар. Сіздердің алдарыңызға ұсынғалы отырмын пікірлеріңізді білу үшін. Өйткені әркімнің айтатын ойы әртүрлі. Мысалы, бірінші кандидат ретінде бұл қазіргі кезде мемлекеттік кеңесші дейтін лауазым тоқтатылды ғой. Осы мемлекеттік кеңесші лауазымын атқарып келген Ерлан Карин, президенттің өте сенімді адамдарының бірі. Ерлан Карин. Екінші үміткер мәжілісті басқарып отырған төраға Қошанов. Ерлан Қошановты да айтып отыр, вице-президент болу әбден мүмкін. Және үкіметті басқарып отырған Бектеновті де бұл лауазымға тағайындалу әбден мүмкін дейді. Өйткені қазіргі кезде Бектеновтің ықпалда баршылық билікте. Өйткені үкіметті басқарып отырған адам және Тоқаевтың өте сенімді адамдарының бірі десек болады. Аида Балаева. Бұл адамның да аты аталып жатыр қазіргі кезде, бірақ ол Аида Балаеваның жаңағы мүмкіндігі қаншалықты мықты екенін айта алмадым. Сонымен қатар қазіргі кезде осы вице-президент лауазымына халықтың арасында көп айтылып жатқан мына тұлғаны айтқым келіп отыр өзімде. Бұл қазіргі кезде мәжілістегі депутаттардың арасынан айтсақ, бұл Асхат Аймағамбетов. Асхат Аймағамбетовтың имиджі дейміз бе, халықтың алдындағы абыройы дейміз бе, тіпә деп айтайық, өте керемет. Халықтың алғысын алған адам, білім министрлігін басқарған адам, әліппені, ана тілін қайтарған адам. Бір сөзбен айтқанда, педагогтардың мәртебесі туралы заңның қабылдануында осы кісі маңдай терін төгіп жүріп қызмет етті. Еліміздегі білім саласына қосқан үлесі енді айтарлықтай. Және халықтың ықыласына бөленген өте қарапайым іскер жігіт деп айтсақ болады, яғни іскер адам. Асхат Аймағамбетов. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, кім вице-президент болуы мүмкін Қазақстанда? Кім лайықты, немесе кім болуы мүмкін? Лайықты адам бөлек болады. Кімді Тоқаев кімді қоятыны ол басқа әңгіме. Өйткені білесіздер, сенатты қазір басқарып отырған Әшімбаевты ол лауазымға келеді деп тіпті мына саясаткерлердің өзі ойламады көбісі. Әшімбаев қалай сенатты басқарып кеткеніне таң қалдық. Сол сияқты вице-президент лауазымына келетін адамның аты жөнін қазір біз санамалап тұрып, мысалы айттық, Бектеновті айттық, үкіметті басқарып отырған қазіргі Қошановты айттық, мәжілісті басқарып отырған төраға Ерлан Каринді айттық, мемлекеттік кеңесші дедік. Осылардың арасында тіпті Асхат Аймағамбетовті де айтып отырмыз. Қайсысы лайықты және қайсысы болуы мүмкін? Бұл екеуі екі түрлі мәселе. Ал сіздердің ойларыңыз қандай?